Кешкі қала баяу тыныстап тұрғанда еді. Күн ұясына батып, аспанды қызғылт пен күлгін түстерге бояп, көшелерді жұмсақ қараңғылыққа орап жатты. Адамдар үйлеріне асығып, күннің шаршауын артта қалдырғысы келетін. Бірақ бұл тыныштықтың ішінде бір жүрек асықпай соғып, бір тағдыр өзгеше жолға бет алып келе жатты. Айдана әр кеш сайын үйінің терезесінен сыртқа ұзақ қарайтын. Оның жанарында бір түрлі сағыныш, бір түрлі қорқыныш бар еді. Ол бұл сезімнің қайдан шыққанын жақсы білетін. Бірақ сонымен бірге оны ешкім түсінбейтінін де білетін. Себебі ол жақсы көрген адам тыйым салынған есім еді. Арман. Бұл есімді оның үйінде ешкім атамайтын. Тіпті бұл ат естілсе, ауа бірден ауырлап кеткендей болатын. Әкесі қабағын түйіп, анасы көзін төмен түсіріп, әңгіме дереу басқа тақырыпқа ауысатын. Бұл есім тек адам емес, ол өткеннің жарасы, өшпеген кек, ұмытылмаған дұшпандық еді. Айдана алғаш рет Арманды кездірген күнін ұмытпайтын. Ол күн қарапайым басталған. Университет кітапханасында ол әдеттегідей бұрыштағы үстелге отырып кітапқа үңілген. Бірақ кенет қарсысында біреу отырғанын сезді. Бас көтеріп қарағанда көздері түйісіп қалды. Сол сәтте уақыт тоқтап қалғандай болды. Арманның жанары терең, сабырлы, бірақ ішінде бір сыр жатқандай еді. Ол да Айданаға таңырқай қарады. Екеуі бір-бірін бұрыннан білетіндей сезім пайда болды, бірақ ешқашан кездеспеген. «Кешіріңіз, бұл орын бос па?» деді ол жай ғана. Айдана басын изеді. Бірақ сол сәттен бастап оның өмірі бұрынғыдай болмайтынын өзі де аңғармады. Алғашында олардың әңгімесі қарапайым болды. Кітаптар туралы, оқу туралы, болашақ туралы. Бірақ күн өткен сайын бұл кездесулер жиілей түсті. Кездейсоқ басталған таныстық бірте-бірте әдетке, ал әдет қажеттілікке айналды. Олар бір-бірін күтетін болды. Бірақ ең бастысы, олар бір-біріне үйреніп қалды. Бір күні Арман күлімсіреп, «Біз тым жиі кездесіп жүрміз» деді. Айдана да күліп жауап берді. «Иә, бәлкім бұл жай ғана кездейсоқтық шығар». Бірақ екеуі де бұл кездейсоқтық емес екенін іштей сезді. Күндердің бір күнінде олар университеттен тыс жерде кездесуге келісті. Бұл олардың арасындағы шекараның алғаш рет бұзылған сәті еді. Кешкі саябақ. Айнала тыныш. Жел ағаш жапырақтарын сыбдырлатып, құпияны жасырғандай сыбырлай. «Сен қорықпайсың ба?» деді Арман кенет. «Неден?» деп сұрады Айдана. «Білмеймін бәрінен» деді ол. Айдана бір сәт үнсіз қалды. «Қорқамын» деді ол ақырын. Бірақ неге екенін білмеймін. Шын мәнінде ол неге қорқатынын білетін. Жүрегі сезіп тұрды. Бұл махаббат оңай болмайтынын, бұл жолдың соңында ауыр таңдау күтіп тұрғанын. Бірақ ол бәрібір тоқтай алмады. Арман да тоқтай алмады. Уақыт өте келе олар бір-біріне жақындай түсті. Күлкілері ұзаққа созылып, үнсіздіктері де мағыналы бола бастады. Кейде сөзсіз-ақ бәрін түсінетін. Бір күні Арман оның қолынан ұстап, «Айдана, егер бір күні бәрі қиын болып кетсе, сен не істер едің?» деп сұрады. Айдана оның көзіне тік қарап, «Білмеймін, бірақ сені тастамас едім» деді. Бұл сөздер жай ғана айтылған жоқ. Бұл ант сияқты естілді. Бірақ тағдыр олардың антын естігендей, сол сәттен бастап бәрін өзгертуге дайындалып жатқан еді. Күз біртіндеп қалаға ене бастады. Ағаш жапырақтары сарғайып, жерге баяу құлап жатты. Табиғаттың өзі бір нәрсемен қоштасып жатқандай көрінетін. Сол сияқты Айдана мен Арманның да бейқам күндері үнсіз алыстап бара жатты. Олар бұрынғыдай жиі кездескенімен, енді әрбір кездесу ерекше сақтықпен өтетін болды. Көзге түспеу, таныс адамдарға жолықпау бәрі маңызды еді. Себебі екеуі де ішінен бір қауіпті сезетін. Бірақ махаббат сақтықты жиі жеңеді. Бір күні олар қала шетіндегі ескі көпірдің жанында кездесті. Бұл жерге адамдар сирек келетін. Айнала тыныш, тек өзеннің баяу ағысы ғана естілетін. Айдана көпірдің шетінде тұрып, суға қарап ойға батып кеткен. Арман оның жанына келіп үнсіз тұрды. «Кейде бәрін тастап басқа жаққа кеткім келеді» деді Айдана кенет. «Екеуміз бе?» деп сұрады Арман. Айдана басын изеді. «Иә, ешкім бізді танымайтын жерге». Арман терең дем алды. Бұл ой оған да таныс еді.
Бірақ ол шындықтың қаншалық ауыр екенін жақсы түсінетін. Кейде қашу шешім емес, деді ол жай ғана. Айдана оған қарап: ал қалу ше? Деді. Бұл сұраққа жауап беру қиын еді. Сол күні олар ұзақ үнсіз отырды. Кейде сөзден де ауыр үнсіздік болады. Әсіресе ол шындыққа жақын болғанда. Бірақ олардың тыныштығы ұзаққа созылмады. Келесі күні бәрі өзгерді. Айдана үйге кеш оралды. Әдеттегідей емес. Есікті ашқанда үй ішіндегі атмосфера бірден өзгергенін сезді. Ауа ауыр, тыныштық тым қатты еді. Қонақ бөлмеде әкесі отыр екен. Оның жүзі суық, көзқарасы өткір. Қайда болдың? Деді ол қатқыл дауыспен. Айдана бір сәтке тоқтап қалды. Университетте, деді ол сенімсіздеу. Өтірік айтпа. Бұл сөз найзадай тиді. Үстелдің үстінде бір сурет жатты. Айдана жақындап қарағанда жүрегі тоқтап қалғандай болды. Суретте ол мен Арман бірге тұрған. Кешегі көпірдің жанында. Бұл кім? Деді әкесі, дауысын әрең ұстап. Айдана үнсіз қалды. Бірақ оның үнсіздігі бәрін айтып тұрды. Сен солармен жүрсің бе? Деді әкесі. Солар. Бұл сөздің ішінде қанша жек көрушілік жатқанын Айдана жақсы түсінді. Әке, деп бастады ол. Жоқ, деп айқайлап жіберді әкесі. Оның атында атама. Үйдің ішіндегі тыныштық бір сәтте күйреп түсті. Анасы жылап тұрды. Ол ештеңе айтпады, бірақ оның көз жасы бәрін жеткізді. Сен біздің отбасымызды ұятқа қалдырдың, деді әкесі суық дауыспен. Сен кіммен жүргеніңді білесің бе өзі? Айдана басын көтерді. Білемін. Онда неге? Бұл сұраққа бір ғана жауап бар еді. Өйткені мен оны жақсы көремін. Бұл сөздер бөлмені қақ жарып өткендей болды. Әкесі орнынан тұрып, баяу оған жақындады. Махаббат дейсің бе? Деді ол мысқылмен. Бұл махаббат емес. Бұл қателік. Жоқ, деді Айдана батыл. Бұл менің таңдауым. Осы сөз бәрін түбегейлі өзгертті. Әкесінің көзі қатайып кетті. Енді сенің таңдауың болмайды, деді ол баяу. Сол сәттен бастап Айдананың өмірі өз қолынан шығып кеткендей болды. Телефон алынды. Университетке баруына шектеу қойылды. Үйден шығу тек ата-анасының бақылауымен ғана. Ал ең ауыры, Арманмен байланыс толық үзілді. Сол түні Айдана терезе жанында ұзақ отырды. Қала шамдары алыстан жылтырап тұрды. Бірақ оның ішіндегі жарық сөнгендей еді. Ал дәл сол уақытта қаланың басқа шетінде Арман да дәл сондай тыныштықта отыр еді. Ол да бәрін білді. Өйткені оның отбасына да хабар жеткен. Және ол жақта да шешім әлдеқашан қабылданып қойған еді. Қыс ерте түсті. Қала аппақ қардың астында қалды. Көшелер тынышталып, адамдардың дауысы бәсеңдегендей болды. Бірақ бұл тыныштықтың астында бір ауыр күйзеліс жатқан еді. Айтылмаған сөздер, бітпеген әңгімелер, үзілген тағдырлар. Айдана үшін күн мен түннің айырмашылығы жоғалып кеткендей болды. Таң атады, бірақ ол үшін бәрі бірдей. Кеш түседі, бірақ үміт келмейді. Оның әлемі бір үйдің 4 қабырғасымен шектеліп қалған. Телефон жоқ, хабар жоқ, дауыс жоқ, тек естеліктер бар. Ол жиі көзін жұмып, Арманмен бірге өткен сәттерді қайта-қайта есіне алатын. Кітапханадағы алғашқы кездесу, саябақтағы ұзақ әңгімелер, көпірдің жанындағы үнсіздік. Әсіресе оның қолын алғаш ұстаған сәт. Сол бір қарапайым, бірақ жүрекке жақын сезім енді тек естелікке айналған. Бір күні анасы оның жанына келді. Үнсіз отырып қалды. Біраздан кейін ғана сөйледі. Қызым, уақыт бәрін емдейді. Айдана күлімсірегендей болды, бірақ көзінде жылу жоқ еді. Кейбір нәрсені уақытта емдей алмайды, деді ол жай ғана. Анасы жауап бермеді. Себебі ол да шындықты түсінетін. Бірақ бәрібір ана жүрегі қызын сақтағысы келді. Біз саған жамандық тілемейміз, деді ол ақырын. Айдана терезеге қарап. Бірақ бақытта тілемедіңіздер, деді. Бұл сөз анасының жүрегіне ауыр тиді. Бірақ ол үнсіз қалды. Ал Арманның өмірі де өзгере бастады. Оны әкесі шетелге жіберуге шешім қабылдады. Жаңа өмір бастау үшін деген сылтаумен.
Бірақ Арман оның шын мәнін жақсы түсінді, бұл қашу емес, бұл ажырату еді. Соңғы күн. Әуежай. Сұр аспан, суық жел, адамдардың асығыс қадамдары. Арман қолында билет ұстап тұрды. Бірақ оның ойы басқа жерде еді. Айданада. Ол бір рет болса да оны көргісі келді. Бір рет сөйлескісі келді. Бірақ бұл мүмкіндік оған берілмеді. Ол көзін жұмып терең дем алды. Кешір мені, деді сыбырлап. Бұл сөзді кімге айтқанын өзі де білмеді. Мүмкін Айданаға, мүмкін өзіне. Ал сол сәтте қалада Айдана жүрегінің біртүрлі ауырғанын сезді. Себебін түсінбеді. Бірақ бір нәрсе үзілгендей болды. Ол орнынан тұрып терезені ашты. Суық ауа бөлмеге лап қойды. Бірақ ол оны сезбегендей еді. Арман, деді ол ақырын. Бұл есімді айтуға болмайтынын білсе де, ол оны тоқтата алмады. Сол сәтте екеуі екі жерде тұрса да, бірдей сезімді бастан кешіп жатты. Бірі кетіп бара жатты. Бірі қалып бара жатты. Бірақ екеуінің де жүрегі сол бір жерде өткенде қалып қойған еді. Күндер өтті. Айлар өтті. Уақыт өз жұмысын істеді. Сырттай қарағанда бәрі қалыпты сияқты болды. Айдана қайтадан оқуға оралды. Күлімсіреуді үйренді. Адамдармен сөйлесті. Арман жаңа қалада жаңа өмір бастады. Жаңа адамдар, жаңа мүмкіндіктер. Бірақ екеуінің де ішінде бір бос орын қалды. Оны ешкім толтыра алмады. Бір күні Айдана ескі дәптерінің арасынан кішкентай қағаз тауып алды. Онда бір ғана сөйлем жазылған еді. Егер біз бірге бола алмасақ, онда неге кездестік? Бұл Арманның жазуы еді. Айдананың көзіне жас келді. Өйткені ол бұл сұрақтың жауабын әлі күнге дейін таба алмаған еді. Көктем келді. Қала қайтадан тіріліп, ағаштар бүршік атып, ауа жылынып, адамдардың жүзінде үміт пайда бола бастады. Табиғат бәрін жаңадан бастауға шақырып тұрғандай еді. Бірақ кейбір жүректер үшін көктем де кеш келетін. Айдана университеттің соңғы курсында оқып жүрді. Уақыт оны сырттай өзгертті, ол сабырлы, ұстамды, тіпті кейде суық көрінетін болды. Бірақ оның ішінде бір сезім әлі тірі еді. Ол ұмытылмаған махаббат. Бір күні ол қала орталығындағы кішкентай кітап дүкеніне кірді. Бұл жерге ол бұрында жиі келетін. Тыныш, жылы атмосферасы оның жанын бір сәтке болса да тыныштандыратын. Сөрелерді аралап жүріп, ол бір кітапты қолына алды. Сол сәтте жанында тұрған адамда дәл сол кітапқа қол созды. Қолдары тиіп кетті. Айдана селк ете түсті. Бұл сезім таныс еді. Ол баяу басын көтерді. Арман. Уақыт тоқтап қалғандай болды. Екеуі үнсіз бір-біріне қарады. Бірнеше жыл өтсе де ештеңе өзгермегендей еді. Сол көзқарас, сол сезім. Сәлем, деді Арман ақырын. Айдана жауап бере алмай, тек басын изеді. Олар кітап дүкенінен бірге шықты. Көшеде көктемнің жылы желі есіп тұрды. Бірақ олардың ішінде дауыл тұрғандай еді. Қалайсың? Деді Арман. Жақсымын, сен ше? Мен де. Бұл қарапайым сөздердің артында қанша айтылмаған әңгіме жатқанын екеуі де түсінді. Біраз уақыт үнсіз жүрді. Сосын Арман тоқтап, мен сені ұмытпадым, деді. Айдана көзін төмен түсірді. Мен де. Бұл шындық еді. Мен талай рет қайтып келгім келді, деді Арман, бірақ қорықтым. Неден? Деп сұрады Айдана. Тағы да жоғалтып алудан. Айдана күлімсірегендей болды, бірақ бұл күлімсіреу мұңды еді. Біз онсыз да жоғалдық, деді ол жай ғана. Бұл сөз ауыр болса да шын еді. Олар саябаққа барды. Бір кезде алғаш кездескен жерлеріне. Бәрі өзгерген, бірақ сонымен бірге ештеңе өзгермегендей. Біз не істейміз енді? Деді Арман. Айдана ұзақ ойланды. Бұл олардың ең маңызды сұрағы еді. Бір жағында махаббат, екінші жағында отбасы, өткен, міндет, қорқыныш. Бұрын мен бәріне қарсы шығуға дайын едім, деді Айдана баяу. Бірақ қазір ше? Қазір мен түсіндім, махаббат кейде бірге болу емес.
Арман үнсіз қалды. Онда не? Деді ол ақырын. Айдана көзін оған тіктеп. Жібере білу. Жел ағаш жапырақтарын сыбдырлатты. Табиғат тағы да бір нәрсені айтып тұрғандай еді. Арман терең дем алды. Егер бұл соңғы рет болса, деді ол. Айдана басын изеді. Иә, соңғы рет. Олар бір-біріне жақындады. Бұл құшақ қоштасу еді. Бұл құшақ соңғы рет сезіну еді. Бұл құшақ бәрін айту еді, сөзсіз. Бірнеше секунд, бәлкім бір өмірдей ұзақ сезілді. Сосын олар ақырын ажырады. Бақытты бол, деді Арман. Сен де. Олар екі түрлі бағытқа кетті. Бұл жолы ешкім тоқтамады. Ешкім артқа қарамады. Өйткені олар бұл шешімнің қаншалық ауыр екенін түсінді. Бірақ кейбір махаббаттар бірге аяқталмайды. Олар жүректе өмір сүреді. Мәңгі.